Алдыңғы роликте философтардың Құдай туралы мүлде жаңа түсінік қалыптастырғанын көрдік. Философтар былай дейді: киелі кітаптың Құдайы адамға ұқсас, сондықтан ол шынайы емес. Онда киелі кітаптағы сөйлейтін, ашуланатын, сүйетін, өкінетін және әрекет ететін Құдай шынайы ма? Бұл сұрақ иудаизм үшін үлкен дағдарысқа айналды. Бірақ кейбір яхуди ойшылдары былай жауап берді: иә, киелі кітаптағы Құдай дәл осы философиялық Құдай. Ол өзгермейтін болмыс, абсолютті игілік және кемел ақыл. Осылайша философиялық Құдай мен киелі кітаптағы Құдайды біріктіруге алғашқы қадам жасалды. Ал келесі роликте осы идеяны ең терең дамытқан Филон Александриялық туралы қарастырамыз.